Қайырлы күн достар, мерекелік дастарханға арналған осындай шпинаттан жасалған дәмді рулет дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Балғын шпинатымызды алып, жуып тазалап аламыз. Оның түптерін кесеміз. Осылай шпинатымызды ұсақтап турап аламыз. Енді осылай ұсақтап туралған шпинатымызды алып, блендерге салып, тағы да ұсақтап, майдалап, айналдырып аламыз. Енді осы блендерге айналдырып ұсақтап алған шпинатымызды ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажетті жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Сары уызын алып, осы шпинаттан ұсақталған массамыз бетіне салып, кішкене тұз саламыз, бұрыш саламыз және ұн салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді ақ уызын блендермен жақсылап осылай айналдырып аламыз. Ақ уызды көтерілуі қажет. Видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді осы ақ уыздан жасалған массамызды алып, шпинаттан жасалған массаның бетіне 3 бөлікке бөліп, салып, жақсылап араластырамыз. Лопатканың көмегімен араластырған жөн болады. Дайын болды. Енді пергамент қағаз төселген ыдысымызды дайындап, бетіне осы массаны саламыз. Қасықтың көмегімен тегістеп 4 бұрышты етіп әдемілейміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Мінекей қандай әдемі шықты. Мінекей қараңыздар. Енді осыны алып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді суытып қоямыз. Суым дегенше енді арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Творожный сырды аламыз. Қоюлау болса кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді суыған осылай рулетіміздің қамырын алып, осылай қағазын алып тастаймыз. Енді ішіне осындай творожный сырымызды жағып шығамыз. Енді тек творожный сырдың өзінің болғанын жөн көрдім. Сіздер басқа да нәрсе қоссаңыздар болады. Қызыл балық немесе басқа да балық, әртүрлі нәрсе қосуға болады. Енді ең шетіне көп жақпаймыз, өйткені орағанда ағып кетеді. Осылай пищевой пленканы жайып қойып, соның көмегімен жақсылап осылай рулетімізді нығыздап орап алып, 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей дайын болды, достар. Қараңыздар, қандай әдемі шықты. Өте оңай кесіледі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.